Сәлем мен бүгін сіздерге 99-та өзгерген жағдайларды айтатын боламын. Бізде 99-та әр ивент болған сайын бізде 99 өзгереді. Мысалы, бізде жаңа жылдың мерекесінің ивент болды. Одан кейін бізде кәдімгі өзіміздің жаз мерекесінің жерінен болды. Сосын одан кейін тағы бір сенбі күні, кешегі жексенбі күнінің алдыңғы күнінде сенбі күні ивент болған. Яғни 10 күні ивент болды. 10 күні ивент болғаннан кейін бізде феяның жері бар болды. Және де ол жерде ойдан сондай. Яғни біз үлкен ағаштың сол жақтағы қасқырларын өлтіру арқылы жаңағы және де солар ағаштарды біріктіріп одан ала аламыз. Және де сол жердегі сундук ашылып, біз сундукты ашқан оның ішіне строберидің заты болады. Және де тағы бір болмаса немесе арана сондай заттар шығатын болады. Мысалы, мен өзім кеше де байқап көрдім. Кешенің арғы ивентке кірген кезде біз 1 сағат ойнап, одан кейін келесі күні мен 99-ға кірген кезде сондай өзгеріс болғанды байқап, соны сіздерге бөліскім. Кеше уақытым болмады, себебі сондай болды. Алмаған синий топор шықты. Яғни мен синий топор осы менің видеом ұнаса лайк басып, маған тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Всем пока. Айтпақшы, достықтың 4-ші частын түсіремін. Всем пока.